Қайырлы күн, құрметті менің сүйікті көрермендерім. Сіздермен әдеттегідей сарыағаш тәттілері. Бүгін біз сіздермен осындай керемет, өте дәмді, қытырлақ, сондай бір дәмді болып шығатын қуырылған түшпара, яғни пельмен дайындаймыз. Ол үшін бізге керекті заттардың барлығын экранның бетіне жазып қалдырамын. Және де әдеттегідей өзіміздің кереметті қиссамыздан баяндайтын боламыз. Бүгінгі қиссамыздың тақырыбы Адам ата мен Хауа қиссасы. Адам жәннатта жалғыз жүрмесін деп, Алла тағала оған жұп жаратуды ойлады. Ұлық Алла Хауаның тәнін жасау үшін Адам ата ұйқыда жатқанда оның сол жақ бұғана қабырғасын таңдайды. Себебі Тәңір тағала адамның бұғана сүйегін жердің қиыршық тасы жоқ ұлпа құмынан жаратыпты. Адам атаның ең нәзік, ең жұмсақ етінен жаралғандықтан, әйел адамның денесі мамықтай жұмсақ, мақтадай нәзік болыпты. Адамның сол жақ қабырға асты босап қалғандықтан, көкіректің орта тұсында тұрған ет жүрек босап қалған тарапқа қарай ойысады. Ет жүрек содан бастап адамның сол жақ кеудесінің астында соғатын болыпты. Ерлі зайыптылар ұйықтағанда, әйел баласының ерінің сол жағына жататыны содан екен. Тіпті олар қандай да бір себеппен бөлек жату керек болса да, әйелді қол сөзім қашықтықта ғана бөлек жатқызатын тәртіп қалыпты. Ерлі зайыптылар татулығы бұзылып, бөлек жата бастаса, үйдің берекесі қашып, махаббаттары тез сөнеді екен. Адам ата ұйқыдан оянған соң, әппақ жаулық жамылып тұрған әдемі келіншекті көріп таң қалып, «Я Алла, мына ақ жаулық жамылған кім?» деп сұрайды. Ұлық Алла, «Бұл Хауа, сенің жан-жарың, өмірлік серігің болады. Бар, жаулығын ашып, жүзін көр, жарыңмен таныс» деп бұйырады. «Я Алла, сен оны не үшін ақ жаулықпен жасырдың?» дейді. «Ібліс деген қас дұшпаның бар емес пе? Ойлағаны саған тек қастық. Сол малғұнның теріс назары түсетін болса, жас келіншегің кеселге ұшырауы мүмкін. Сол себепті жұбыңның ай дидарын ақ жаулықпен жасырдым. Осы амалын сен де кейінгі ұрпағыңа салт болып жалғассын» деді. Адам ата адал жарына тақап барып, ақ желекті ашып, оның дидарына көз салады. Сол кезде екі беті иба мен ұяттан нарттай боп қызарып тұрған Хауа оң қолын оң тізесіне қойып, еріне бірінші рет иіліп сәлем етіпті. Адам ата Хауаның дидарын бір көргеннен-ақ ғашық болып қалады. Себебі Хауа айрықша сұлу еді. Сипаттауға тіл жетпейтін. Себебі ұлық Алла бір тамшы нұрынан сұлулықты жаратты. Сосын оны 100-ге бөлді. Оның 99 бөлігін Хауаға дарытты. Қалған бір тамшыны тағы да 100-ге бөлді. Оның 99 тамшысын алды да Жүсіп пайғамбардың рухына сыйлады. Одан артылған бір тамшыны тағы да 100-ге ыдыратты. Оның 99 тамшысын Хадиша анамызға, Айша анамызға, Бибі Бәтима анамызға және Бибі Мәриямға теңдей етіп бөліп берді. 4 анамыздан артылған бір тамшы нұрды алды да миллиардтаған сансыз зәрреге бөлді. Сосын есебіне жете алмайтын сұлулық сәулесін әуелден ақырға дейін келіп кететін күллі әйел затына шашып жіберді. Осылайша көркем бейне мен сұлу дидар Хауаның себебінен барлық әйел баласына нәсіп болды. Қыз келіншектердің ер адамға қарағанда ажарлы болатыны содан екен. Адам ата қолын созып, қалыңдығын өзіне шақырды. Хауа иба сақтап, кері шегінеді. Екінші рет шақырады. Хауа ұялып, жақындамайды. Үшінші рет ишара қылғанда, Хауа, көңілің болса өзің кел, менің барғаным ұят болады, дейді. Сол кезде адам ата жарына өзі тақап барады. Әйелге ғашық болған ердің бірінші боп сөз салуы адам атадан қалыпты. Әйел заты ер адамға қанша жерден ынтық болса да, сезімін сыртқа шығара алмай қиналатыны Хауадан қалыпты. Әйел адамның осы ибасы кеткен кезде қиямет орнайды екен. Адам ата Хауаның қолынан ұстаған сәтте ұлық Алла: «Әй, адам,
қалыңдығыңның қалың малын төле дейді. Я Алла, мен оның қалың малын қалай төлеймін? Мендегі бар мүлік өзіңдікі, тіпті үстімдегі киімді де сен бердің, деді. Сонда Тәңір Тағала: ақырдың соңында шығатын сүйікті пайғамбарым, өзіңнің ұрпағың Мұхаммед пайғамбарға салауат айт, деді де салауат айтудың үлгісін Адам атаға өзі үйретті. Адам ата Мұхаммед пайғамбарға 10 рет салауат айтты. Содан бастап Мұхаммед пайғамбарға салауат айту парыз болыпты, ал қызға қалың мал беру дәстүрі сүндет болыпты. Жебірейіл періште Адам ата мен Хауа ананың некесін қиып, екеуі үйленіпті деп бүгінгі қиссамызды аяқтаймыз. Анығын Алла біледі. Кейінгі ұрпақ бізге есті әңгіме айтпады демесін деп осындай қиссалардан баяндап отырмыз. Ал достар, мінекей біздің қуырылған пелмешкаларымыз, түшпараларымыз міне әдемі болып қуырылып жатыр. Сіздер де осы менің рецептіммен жасап көріңіздер, өкінбейсіздер, өте дәмді болады. Және де мына қисса айту дәстүрінде біз қолға алуымыз керек. Дастархан басында отырғанда бос сөз, бос әңгімелерді айтпай, осындай қиссаларды айтып, осы балаларымызды қиссамен өсіріп. Сонымен, құрметті көрермендерім, менің видеоларым, қиссаларым ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, өз ойларыңызды қалдырып кетсеңіздер болады. Және де сіздер қалай пісіресіздер, оны да жазып кетсеңіздер болады. Келесі бағдарламада кездескенше сау, саламат болыңыздар.